Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге сосиска в тесте жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең әуелі біз қамырын жасайтын боламыз. 150 мг жылы сүт. Сүт жылы болу керек міндетті түрде. Біраз қасық дрожж, шай қасық тұз және 2 ас қасық шекер қостым. Біраз қасық кез келген май жарай береді. Май қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ескеретін жағдай, сүт қатты ыстық болмау керек, себебі біздің дрожжымыздың күшін азайтып жібереді. Сол себепті тек жылы сүтті ғана пайдаланамыз. Келесіде ұн салып, жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап араластырып, міне біздің қамырымыз дайын болды. Бетіне май жағып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілу керек біздің қамырымыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Көтерілді. Мен азғана бөлік жасадым, себебі менде адам саны, отбасымда адам саны аз болғандықтан менде 11 штуктай шықты. Сіздер осыны 2 есе, 3 есе етіп көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бөліктерге бөліп аламыз дағыны, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз, осылайынан созып барлығын осылай созып шығатын боламыз. Созып болдық. Енді бізде сосискамызды дайындаймыз. Сосискамызды мен 2-ге бөлдім. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Дайын болған қамырымызды енді сосискамызға орайтын боламыз. Видеода қарайсыздар. Бірінші қамырымызды астынан қойып алып, үстінен бастап орай береміз. Құрметті достар, менің каналымда қоян етінен ерекше ыстық тамақ бар. Дәмі өте керемет. Оның рецебін көру үшін менің каналыма міндетті түрде тіркелген болуыңыз керек. Сол кезде ғана менің қоян етінен жасаған рецебімді көре аласыз. Барлық сосисканы орап болдым. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Барлығына бірдей етіп жағып, сосын бетіне күнжет немесе мак себуге болады. Мен күнжет септім. Қайсысы ұнайды, соны өздеріңіз қалағандарыңызға жаға берсеңіздер болады, себе берсеңіздер болады. Негізі күнжет, мак себу міндетті емес, қалауыңызға қарай оның барлығы. Осылай жағып болғаннан кейін 180 градуста жарты сағатқа 20 минутқа қойып аламыз. Ол пешіңіздің қызуына қарайсыздар енді. Менде тез қызатын болғандықтан 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алдым. Міне біздің сосиска в тестеміз дайын болды. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Жасап көріңіз, өте жұмсақ әрі дәмді болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз. Пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.